Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызда Роза Мұқанованың мәңгілік бала бейне әңгімесі бойынша семей полигонының зардабы деген тақырыпты өтеміз. Бүгінгі сабақта осы әңгімеге ұқсас басқа шығармалармен салыстырып тарихи көркемдік құндылығына баға беретін боламыз. Бүгінгі сабағымызда талдауға түсетін 3 әңгіме: Роза Мұқанованың мәңгілік бала бейне әңгімесі, Думан Рамазанның соңғы дем әңгімесі және Нұрғали Ораздың жылқының көз жасы әңгімесі. Ләйла полигоннан келген қасіреттің бейнесі. Әңгімеде жазушы Ләйла образын туған туыстан, жақын ағайыннан гөрі жарғаймен сырластыру арқылы ішкі жан дүниесін ашады. Жақыннан көрмеген жақсылық нышанын айдан іздейді. Роза Мұқанова осы әңгімесі арқылы халықтың басына түскен қасіреттің шынайы көрінісін жасай алды. Ләйла образын ашуда қатыгез қатираны, қыздың нәзіктігін сездіретін көршісі әрі сыныптасы Құмарды әңгімеге қосады. Шығарманың көркемдігі образдардың бір-бірін аша түсуінде. Бұл Роза Мұқанованың мәңгілік бала бейнесі әңгімесі. Нұрғали Ораздың жылқының көз жасы әңгімесінде халық басына төнген қасірет әңгімеде саңырау құлақтай албасты жын деп беріледі. Әңгімеде абат қарияның өзекке түскен ащы өкініші мен үмітсіз сағынышы секілді бір күйіктің кеудесін ашытатыны баяндалады. Қасқа биесіне кәрілік жетіп, ажал құшуы әңгіменің құндылығын арттыра түскендей. Қасқа биенің жануары болса да, кезінде осы биенің сүтінің, саумалының, қымызының арқасында жан сақтап қалғанын еске түсіреді. Әңгіменің құндылығы адам мен жылқы малымен арасындағы түсіністік жылқының қасиеттілігінде болып тұр. Және үшінші әңгімеміз Думан Рамазанның соңғы дем әңгімесі. Ел басына түскен ауыр қасірет жұмысшы Нұрбекті төсекке танытады. Қаншайым әженің немересін бөбешегін екіге айырып, танауының кесігін таңдайынан шығарып, жарымжан болып дүниеге әкеледі. Мәдидің қызы жеті келсе де, әлі тұсау кесілмеген сәби секілді былқ-сылқ етіп жүре алмайды. Әңгіменің басты кейіпкері Нұрбектің ауыр халі, әйелі Гүлжанның совхоз директорының көмек ала алмауы әңгіменің құндылығын арттыра түседі. Құрметті оқушылар, осы үш әңгімедегі ортақ идея ел басына төнген қайғы мен қасірет. Семей полигонының зардабы қарапайым халықты зар жылатады. Елдің қайғы мұңын естір құлақтың болмауы, көрер көздің көрмеуі халықты қаншама жыл бойы зардап шектірді. Қаншама жан мүгедек болды, қаншама отбасы қайғы жамылды. Мұның бәрі осы үш әңгімеге ортақ дүние. Үш жазушы да Семей полигонының ел тарихындағы қасіретті кезең екенін жақсы көрсете алды. Жазушылар әңгімелерінде әлеуметтік саяси шындықты дәл ашып береді. Құрметті оқушылар, мен сіздерге Нұрғали Ораздың жылқының көз жасы, Рамазанның соңғы дем деген әңгімелерін оқып шығуды ұсынамын. Сонымен қатар сіздерге берілетін тапсырма: шығармадан көркемдегіш құралдарды анықтау. Ол үшін шығармадан гротеск, психологиялық параллелизмді анықтайды, мысалдарды дәптерге жазады. Бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздерге сәттілік тілеймін.